Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін әдеттегідей Феникс так, сіздер көріп тұрғандарыңыздай менің үстімен киіп алған скинім, яғни Один дома фильміндегі Кевин деген баланың скині. Один дома деген фильмді барлықтарыңыз көрді деп ойлаймын. Так, бүгінгі видеода менің артымда тұрған зәулім үйдің ішіне не бар екенін кіріп қызықтап көретін боламыз. Так, енді біз бірінші үйге кірмес бұрын ауласын қарап кететін болсақ, мына жерде 4 ағаш, яғни ұзын ағаштар тұр. Так, енді ары қарай баратын болсақ, бұл жерде машинаға арналған гараж. Так, бұл гараждың ішінде 2 машина тұр. Базар жоқ, бірақ былай сыртынан қарасақ, машинаның сырты онша емес, жасалған екен. Так, енді бұл жақтан кіретін болсақ, бұл жаққа біз гараждың ішіне кіреміз. Так, енді ары қарай баратын болсақ, так, бұл мен қателеспесем, мына Кевин деген баланың екінші үйі деп білемін. Так, енді бұның үстіне көтерілетін болсақ, так, бұл жерде мынау типа балкон, яғни былай сыртқы ауласына бүйтіп қарап тұруға арналған. Так, енді ішіне кіретін болсақ, так, бұл жерде өте кішкентай тар бөлме. Так, енді мына өзінің сундук, яғни сондай бірдеңе, короче. Сосын жерде отыратын жері ма, сондай, сосын картинкасы бар екен. Так, сонымен болды, ештеңесі жоқ екен, базар жоқ. Так, енді астыға түсіп, былай енді сыртынан тағы бірлес қарайтын болсақ, базар жоқ, негізі былай болады, әдемі. Так, енді бұл жерде біз үйдің ішіне кіріп қарайтын болсақ, так, енді біз бірінші үйге кіру үшін алдымен кіреміз. Так, міне үйдің алды өте үлкен, және Один дома фильмдегі тура сол үй. Так, енді соның ішіне кіретін болсақ, оппаны есігі ашық тұр екен. Так, мынау номер, яғни 671 номер, үйдің номері. Так, енді үйге кірейік. Оппаны. Так, біз үйге кірдік. Үйге кірген кезде мынау холл, мына жерде аяқ киім қоятын жері. Так, енді ары қарай баратын болсақ, мына оң жақ бөлмеде кіретін болсақ, бұл оң жақ бөлмеде қонақ күту бөлмесі ғой деймін, өйткені мына жерде адамдар бірге отырып тамақ ішіп деген сияқты. Так, енді ары қарай баратын болсақ, бұл бөлмеде, так, мен көріп тұрғандай кухня. Так, бұл кухняда адамдар өздері отырып стол, яғни тамақ ішетін жер. Так, енді ары қарай баратын болсақ, мына жерде түсінбедім не екенін. Так, мынау типа тамақ пісіретін жер. Мына жерде типа газ, холодильник, қол жуатын жер, мынау. Так, енді бұл жаққа біз әлі кірмей қояйық. Так, біз бірінші үйдің ішін қарап аламыз. Так, бұл үйдің ішінде, так, мына жерде секіріп кетті ғой. Так, енді басқа бөлмелерді қарайтын болсақ, мына бөлмене міне бар жақтан кірдік қой. Мына есік тоже сол есік екен, екі есік екен. Біз бағана мына жақпен кірдік қой. Так, енді ар жаққа баратын болсақ, мына жақ бөлмеде қандай бөлме? Бұл менің түсінгенім бойынша зал деп ойлаймын. Так, мына жерде отырып, типа әңгіме соғып, общение печенье деген сияқты ғой. Так, бұл жерде көзге көрінетіндей бір ештеңе жоқ. Так, енді ар жақ бөлмеге баратын болсақ, бұл жақ бөлмеде, так, бұл кітапхана, яғни кітап оқитын жер. Ана жерде өздері диваны бар екен отыратын. Так, мынау тоже сондай кітап оқып отыратын жер. Так, мынау жер, мынау компьютер, жоқ, бұл ноутбук отырып жұмыс істеп деген сияқты ғой. Так, енді ары қарай баратын болсақ, так, біз енді астыңғы бөлмелерді қарап біттік деп ойлаймын. Жоқ, мына жер қап. Так, мына жерде міне, мына жер түсініксіз деп екен. Так, мына жақ, опа, анау типа тығылатын жер ғой деймін, базар жоқ. Так, енді үстіге қарай екінші этажға баратын болсақ, мына жерде картинкалар. Так, енді ары қарай кіріп көрейік. Так, енді бірінші сол жақтан бастайық. Так, мына жақтан бастайық. Опа, ой ма.
базар жоқ. Так, енді мына жақ бөлмеден бастайтын болсақ, бұл бөлмеде біз көріп тұрғандарыңыздай төсек, так, сонымен қатар сундук бар екен. Так, ана жерде кітап оқитын жері бар екен. Бұл мен егерде қателеспесем, бұл Кевиннің, яғни баланың мамасы мен папасының бөлмесі, если қателеспесем. Так, мына жерде өздерінің шкафтары бар екен, типа шкаф. Так, мына жақта опана, мына жақта киімдер ғой дейме, типа андай киім қоятын шкаф деген сияқты ғой. Так, енді ар жақ бөлмелерге, мына жақ есік не бар екен? Мына жақ есікте, бұл жақ есік туалет, ванна, так, үшін жуынатын жер екен. Так, бұл жерде оппадан қарағанда душқа түсуге болмайды. Так, енді ары қарай барайық. Так, енді біз мына бөлмені қарап біттік деп ойлаймын. Так, енді ар жақ бөлмеге барайық. Мына бөлмені қарап біттік. Енді мына жақ немене? Жоқ, бұл бірінші этажға түсетін не ғой, типа лестница. Так, біз бұл жақты қарап біттік қой бірінші этажда. Так, енді мына жақ бөлмеге барайық. Мына жақ бөлме деймін. Бұл жақ бөлме балалардың бөлмесі ғой дейме. Так, мына жерде астыңғы төсек. Жерге бүйтіп шығып қарасақ, үстіңгі төсек, яғни екі этажды не ғой, типа төсектер, так, сондай жататын жер. Так, мына жерде біз көріп тұрғандарыңыздай ноутбук, яғни кітап оқитын, типа, жоқ, кітап оқитын емес, жұмыс істейтін, сондай жұмыс істеуге арналған, ол ойын ойнауға, ана типа несі ғой, мышкасы ғой. Так, мына жерде түсініксіздеу екен. Так, картинкалар. Так, енді ары қарай баратын болсақ, мына жерде бағанағыдай тығылатын жер ма, или мен дұрыс түсінбедім ма? Так, сондай бірдеңе. Так, енді ар жақ бөлмеге баратын болсақ, так, мына жақ бөлмені қарап біттік. Енді мына көрдік қой. Так, енді бұл жақты қарап біттік. Енді мына жаққа барайық. Мына жақты мына жақ тоже сондай бірдеңе. Так, түсініксіздеу. Так, енді мына жаққа баратын болсақ, мына жақ бөлмеде, так, бұл жақ бөлме, тоже жуынатын жер, ванна, туалет, так, қол жуатын жер деген сияқты. Так, бұл жерге біз қызықсыз. Так, енді мына жаққа баратын болсақ, ё-майо, мына жақ, если қателеспесем, Кевин деген, яғни өзі баланың туған ағасының бөлмесі ғой дейме. Так, соған ұқсайды екен. Так, бұл жерде кітап оқитын жері, сундугі, яғни шкаф, мына жерде жататын жері, так, тағы да ноутбук, сонымен қатар, так, картинкалар. Так, сонымен болды, ештеңе қызығатын ештеңе жоқ. Так, енді ары қарай шығып басқа бөлмелерге кірейік. Так, мына жаққа біз кірдік. Так, енді мына жаққа кірмедік, мына жаққа кірейік. Мына жақ тоже сондай. Так, мына бөлме, опана, біз қызық жеріне келдік. Бұл яғни үйдің үстіңгі этажы, яғни айтсам ол төбесі, прям ең төбесі. Так, бұл жерде біз көріп тұрғандарыңыздай, мен түсінбедім мыналар не екен, мынаны түсінбедім. Так, енді мына жерде картинкалар бар екен. Мынау шкаф деген сияқты, сундук. Мына жерде төсек бар екен. Достар, бұл Кевиннің екінші бөлмесі, яғни үстіңгі этажда ұйықтап, өзі үстіңгі осы бөлмеде ұйықтап қалады да, одан кейін ертең ата-анасы оны іздеп таба алмай басқа қалаға кетіп қалады деген сияқты. В общем, сіздер киноны көрсеңіздер өздеріңіз түсінесіздер бұл қандай бөлме екенін. Так, енді бұл жерде пеш, так, ары қарай не бар екен? То же самое сундук, картинка, мынау ар жерде скелет па немен, сондай бірдеңе. Так, енді мына жақ маған басқа бөлмелердің қарағанда маған осы бөлме ұнады, яғни үйдің төбесі. Так, енді бұл жақ қарап біттік деп ойлаймын. Енді кеттік. Енді бізге тағы да бір қызық жер бар, яғни бұл үйдің асты, яғни ең асты. Так, енді кеттік сол жаққа барайық. Так, бізге ол жаққа бару үшін біз кухняға кіріп, одан кейін артқы есікпен шығуға болады, яғни типа задний ход қой, черный ход па или как там. Так, енді біз үйдің артқы есіктен шықтық. Міне бұл жерде подвал бар, сондай короче. Так, үйдің астына түсейік. Мына жерде опана, үйдің асты, яғни бұл жерде андай киім жуатын, киімдер сақтайтын, қыстық киімдер деген сияқты, жаздық киімдер сақтайтын деген сияқты темалар
так мына жерде то же самое қол жуатын жер ма сондай бірдеңе. Так енді ары қарай баратын болсақ, так бұл жерде көріп тұрғаныңыздай то же самое сундук. Так мынау немен ол, мынау түсініксіздеу екен. Так енді ары қарай баратын болсақ, мына жерде тоже сундук, мынау түсінбедім не екен, тоже мынаны түсінбедім. Так мынау холодильник па, қателеспесем сондай, соған ұқсатып істеген ғой барынша. Так енді мына жерде холодильник бар немен ол. Так по идее қарап біттік деп ойлаймын. Так опа, ана жермен түсуге де болады екен ғой. Опа, ой білеймін, есіктен шығып жүрсем мына жақта тоже есік бар екен ғой. Үйдің үйдің астынан түсетін. Мына жерде тығылып тұр екен ғой есік. О-май, көрмей қаппын ғой. Базар жоқ. Так астыға түстік. Так енді біз бұл жерде қарап біттік. Енді далаға шығайық. Дала уже қараңғы болып кетті. Үйдің ішіне жүре берейік. Так біз енді осымен по идее бүкіл бөлмелерді, яғни қалай айтсам бөлмелерді қарап біттік. Енді біздің осымен енді видеомыз аяқталды. Енді сіздерге осы видео ұнаса каналға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Феникс. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.